мешітке келген кезде, жалпы үйде отырған кезде де, кітап оқыған кезде, жалпы білім алған кезде құблаға қарап отыру ол да құлшылық болып есептелінеді. Жай құблаға қарап былай жүзденіп отырғаныңыздың өзі, не болып есептелінеді? Құлшылық сауабын алады екенсіз. Мынау кітапта осылай келген. Бір-екі жігіт білімге, Құран жаттауға қари боламыз деп барған ғой. Сөйтіп екі жігіттің біреуі жаңағыдай мән бермей отыра салады екен. Мына жақ қарап отыра салады, мына жақ қарап отыра салады екен. Ал екіншісі өзіне әрдайым сондай ниет қойып алған, қашан білім алса құбыла қарап отырады екен. Сөйтіп сол екіншісі біріншісіне қарағанда 1 жыл алдын Құранды бітіріп елінен қайтып кетеді. Екіншісі 1 жылдан кейін қайтты еліне дейді. Сол кітапта келген ғұламалар айтқан, неге екеуі бірдей бастады, неге бірақ мерзім екі түрлі болды десе, өйткені анау дейді, әрдайым құбыла қарап отырғандықтан оған Алла тағала білім тез берді оған деп келеді.